Қазақ қызы, оның тағдыры ұлттың тағдыры, оның көз жасы тарихтың ізі, оның арманы болашақтың үні. Қазақ қыздарының мұңын арқау еткен көлемді шығарманың бірі. Бірақ білек, бір ұлпан, енді бірі бұлақ бойында мөлдір сезімін ішке бүккен ару жайында жазылған Ілияс Жансүгіровтің бұлақ бойында өлеңі. Сылдырлаған бұлағының естідіңіз бе? Ол жай ғана су емес. Ол жетім қыздың жүрек зары. Ол үнсіз қоғамның айыбы. Алатау баурайында сыңқылдаған бұлақ, Жамалдың көз жасы. Тағдыр тепкісіне түскен жас ғұмыр, арман мен қорлықтың арпалысы. Бұл бір қыздың ғана емес, қазақ даласындағы мың тағдырдың шындығы. Жүрекке мұң ұялататын, жанға ой салатын, көңілді селт еткізетін әсерлі туындыны оқуға дайынсыз ба? Жамал, жүрегіндегі шерін ешкімге айта алмаған жан. Жалғыз сырласы, сыңғырлаған бұлақ, бұлаққа келіп мұңын шағады, көз жасын суға қосады. Неге менің тағдырым осындай? Бірақ оның қайғысына жұбаныш жоқ. Қараңғы көлеңкедей артынан аңдыған кәрібай аяусыз қол көтереді. Махаббатсыз неке, қорлық пен зәбір, сынған үміт. Жамалдың жан айқайы бұлақ сылдырына араласып кетеді. Сылдыр, сылдыр. Бұл жай ғана бұлақ үні емес, бұл жүрек зары. Асқар таудың баурайында сыңқыл қаққан бұлақ бар. Сол бұлаққа сырын айтқан бір қазақ қызы бар. Ол Жамал. Жетімдік, қорлық, тоқалдық тағдыры, жас жүрекке түскен ауыр жүк. Бірақ бұлақ үнсіз емес, ол да жылайды, ол да жұбатады. Сен табиғатты сүйесің бе? Сен сезімді түсінгің келе ме? Онда бұл жыр сен үшін. Бұлақ бойына кел, жыр әлеміне ен. Жүрегіңмен оқы. Бұлақ бойында оқы да сезін. Сезіндей өзгелерге жеткіз.